Assalamu alaikum, aziz телесерджилер. Хаберлер информацион тақымы сонке деселер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Ве бүгін бойле мәліматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Санкт-Петербург метросында патлав юз берді. 76 ел евелсі, апрелінің бірінде Қырым татар халқының белі жемат ве сияси эрбабы, журналист ве Қырым татар милли әрекетінің лидері Юрий Османов дүнияға келді. Қырымның сонки Шахин Гирайханның 18-ші асырының юзігі хан сарайының Қоров музейіне қайтты. Я считаю, что вещь должна находиться там, откуда она родом. Қыдырлес байрамына азырлықлар енді башланды. Қырымлыларны насыл яңылықлар беклей ажеба. Будут и некоторые уже хорошие сюрпризы, ожидают наших гостей. Мы сейчас разрабатываем. Я думаю, о них будем говорить чуть позже. Но в любом случае, конечно, в этом году праздник будет еще на более высоком уровне проводиться. Судақта Қызылташ тақымы дорт бір эсабы еле суқдея рақыплеріні еңділер. Бұл ведігер хаберлеріні біздің яйынымызда сейір етіңіз. Санкт-Петербург метросында патлав юзберді патламалар Синнаеве технологический институт станцияларында олып кешті. Эвелден берілген мәліметқа көре 10 инсан іляк олды, әледен зияды инсан тебе ярдымға мұқтач. Бұқа юзберген ерде екі станция қапалды. Русия президенті бұл меселені оз незареті не алып, патлавға себеп олған бұтын имканлары көз өгіне алынажағыны білдірді. Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Керчь боғазында құрылайатқан көпірді араба башына отырып кечмеге разы олғаны ақында білдірді. ОНФ медиафорумының мұнақашасы черчевесінде президентке бұл мевзу иле алақалы суал берілді. Путин емінлікнен әлбет деді. Қырым сакинлеріні ве мусафырлеріні әрбар мевсімінде ан-әневей шекілде олып кешкен ең бұйық ве-парлақ Қыдырлес байрамы беклей. Бұл тәдбірге азырлықлар енді башланды. Бұсене байрам майысының 6-сында қайтетілежек. Тантана насыл олажақ бұақта нев беті келіп қамызда. Қыдырлес байрамының хайт етілмесі Қырым сакинлері үшін аненеге чевірілді. Әрсенет тішкілячылар Қырым татарларының урф әдетлерінен танышыт еткен құтлеви программаны азырлайлар. Бұл байрам 3 ел девамында Қырымда яшаған чешіт милет векелеріні бір меденіға топланған мерасим олды. Шы себептен бұл ел Қырымда яшаған дегер халықлар да ось медениетіні тағдым етмеге олурлар. Конечно, мы ждем большое количество людей и думаем, что в этом году Қыдырлес посетит не менее 50 тысяч человек. Конечно же, будет очень богатая концертная программа, будут обязательно гости, будут известные популярные артисты. Сегодня полностью мы готовимся, выделены необходимые средства. Конечно, очень сильно нас, как всегда, поддерживает глава республики Сергей Валерьевич Аксенов. Праздник, как обычно, проходит под его патронатом, и поэтому, конечно, всех сейчас приглашаем на это мероприятие. Обязательно будем ждать гостей из других регионов Крыма. И, конечно же, хотелось бы, чтобы с семьями, с друзьями, с родственниками приезжали. Әлбеттеке аненеге көре әрбір район ошчадырыны тақдым етежек. Анда мұсафирлер лезетлі емеклеріні тадыны бақып ұлырлар. Ондан ғайры милей урбалар ве амилей сүслю санатының элементлеріні нумайыш етежеклер. Бұндан да ғайры Қырым сакинлеріні чөк сюрпризлер беклей. Будут и некоторые уже хорошие сюрпризы, ожидают наших гостей. Мы сейчас разрабатываем. Я думаю, о них будем говорить чуть позже, но в любом случае, конечно, в этом году праздник будет еще на более высоком уровне проводиться. Мы порадуем крымчан и еще раз докажем, что в Крыму, многонациональный Крым, показывает свою культуру именно через национальные праздники. Заранее не стройте планы на 6 мая, приглашайте своих друзей. Берите членов семьи, приезжайте обязательно на праздник. Будет очень большое массовое мероприятие, которое, конечно, украсит жизнь республики. Хатырлатамыз бұсене Қыдырлес байрамы майысының 6-сында Бақчасарай районының Севастьяновка кую янында ерлешкен мейданда қайт етілежек. Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, Милет үшін. Апрелінің бірінде Қырым татар халқының белі жемат ве сияси эрбабы Алим журналист Қырым татар милли әрекетінің лидері Юрий Османов дүнияға келді. Ове оның бабасы 1950 сенелерден башлап милли әрекетінің тәшібішчілері олып вефат еткеніне қадар оның фаал иштиракчысы олды. Юрий Османов бұл милли әрекетнен генч олғанда кіріп 1968 сенесі Қырым татар милли әрекетіне кіргені үшін репрессияға оқырады. О бұтын өмірі бойы Қырым татар халқының құқықларны ғайырдан тіклемек үшін ве Қырым татарлар тарихи ана ватанына Қырымға қайтмасы өзерінде күрешті.
Оны ватанга ачыккан инсанлардан бiri деп адлайлар. Замандашларын чокысы Юрий Османовны гаеви илхамчы деп саялар. Намуслы ве адетлі. Жесур ветан сервер огунде эрвакыт бір максадны кояйды. Халкынын укукларыны корчаламак ве оны яны инкишаф севеге көтермектір. Крым всегда был многоэтничным, и всегда на нем шло формирование национального этноса, национальной такой общности крымских татар. И когда говорят, что здесь были готы, скифы, тавры, гунны и прочее, то это все элементы этногенеза крымско-татарского народа. Ватанға, туған Қырымға қайтмақ ғайысы яш ватанпервернің ақылында да балалығында доғды. Юрий Османов Бауман оқып юртында оқыды. Анда оқымаға ona Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султан ярдым етті. 1968 senesi milli hareketinde iştirakı için Юрий Османов ilk sefer hapsке alına. 2 yıldan son o azat olundu ve Kenede işke daldı. Kıska vakıttan son Kenede hapis. Bu sefer Юрий Османов Yakutiyada buluna. Türmeden çıkkan son Юрий Османовны ruhtan düşken insanlar için hastahanege kapatalar. Благовещенск şehrinde o da 2 yılını geçirir. 1987 senesi sentyabr ayında perestroika zamanından son Юрий Османов hapisten boşatılan. O Kenede milli hareketine faal kırı. 1989 senesi o Kırımga келі. 1990 senesi Kırımda surgun olungan гражданларын işleri boyunca komitet teşkil oluna. Anda Юрий Османов yolbaşçılık etti. Tamam şu vakit Kırım tatarlarının abadanlaştıruvunda ciddi denişmelikler yüz berdi. Tek 1992 senesi Юрий Османов өмір arkadaşı Ayşe Dabrovе kızı Meryemni Kırımga ketiri. Munda o hareket adlı gazetаны çıkarıp başlay. Юрий Османов hayallarda halkı bütün dünyaya belli olacağının Kırım tatarların marifçiligi hakkında düşünü. O her zaman bilgi ve progressi hakkında aytaydı. Ulu mütefikrimiz İsmail Gaspralı ve Юрий Османов'ның dünya bakışı ve faaliyetleri sık bağlıdır. Halkımızın yakın nesili gibi. 1993 senesi NDKT firkasının azaları Юрий Османов'ның yolbaşçılığında Türkiye'ye yol alıp Kırım Tatar diaspora vekilleri ile görüştüler. Tamam o zaman Юрий Османов Mustafa Cemilev'nin intervyusunu okudu. Anda Kırım'da biletler ara silahlı ziddiyeti hepsi bir olacağı hakkında yazılgan edi. Юрий Османов birden bu gazetlerinin muharetlerini yol ala ve öz narazılığını bildirdi. Kırımga qaytkan son bazı vakit geçti ve 1993 senesi noyabr ayında o öldürüldü. Kırım tatarlarının çokusu aytalar ki bu ölüm tesadüfi değil. Юрий Османов'ның vefatından son devlet repatriantlarının abadanlaştıruvunda öz iştirakını toqtattı. NDKT firkası öz liderinin vazgeçip tesirini joydu. Gulnara Karimova, Millet üçün. Kırım tatarlarının sürgünlüğüne bağışlanған Matем tedbirlerinin ötkөрülmesine hazırlıklar endi başlandı. Bu sene Matem Mirasima Süren станциясында olup geçecek. Конечно, в этот день мы рассчитываем на то, что все мероприятия также пройдут в городах и в районах Крыма, но основное мероприятие с участием руководства республики, с участием жителей Крыма, старейшин Крыма, религиозных деятелей пройдет на территории того мемориального комплекса, который сейчас строится, и именуемый «Возрождение» на железнодорожной станции Сюрень. Qayd etmeli ki Mayıs'ның 18-ne kadar memorial kompleksinde kurulayatkan birkaç elementler yekünlenecek. Мы планируем к 18 мая уже определенные работы завершить и показать людям уже готовые, завершенные какие-то элементы полностью всего мемориального комплекса. В первую очередь будет административное здание музея, сам музей, определенные элементы скульптурных композиций будут завершены. Также мы планируем, что уже к этому времени поднимутся каркасы стен, мечети и часовни. Бақчысарайда Қырымдаки Фрэнк медениет күнлерінің тантаналы açılığı olup geçti. Tedbir çerçevesinde musafirler Фрэнк Ресамо Огюст Раффенің eserleri ile tanış olmak imkanları oldu. Bunun beraber ilmi praktika konferensiya iştirak etmek ve klasik muzikası ile zevk almak fırsatı var idi. Merasimde Halklar Dostluk Evi'nin çeşit milli medeniyet muhtariyetlerinin vekilleri ve elbette ebedi romantika memleketlerinin muhlisleri toplandılar. Bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova da Gallarının nesillerinin tarihine daldı. Фрэнк күнлерінің тантаналы açılığı Kırımның medeni paytaxtında Бақчысарайда доздығыру олсақ Devlet Sarayının территориясында olup geçti. Merasim Ulu Kırım Tatar mütefekkir İsmail Gasprinski'nin mekanına gül çemberlerinin koyuluğu ile başlandı. Bir asırdan ziyade İsmail Gasprinski şark alemine yol açtı desek yanlışmamız. Фрэнкистан ақында малымат топлағанда мемлекеттеріні огренгенде Исмаил Гаспринский бізге Авропа дүния дегерліклеріні берді. Егер бүгін біз оның
асабалығына дихат айырсақ, эминем ки чоғысы меселелер чезілер. Гүлчемберлерінің қойылуындан сон мұсафирлер Ларишес адлы тарихи қоров музейіне yol алдылар. Тамам bu музейінің фондларында Фрэнк ресамы Огюст Рафаның 4 асыл нұсқа ресімлері сақланмақта. Қырымдаки Фрэнк жемиетінің қол тұтуы еле оның сергісі açılды. Эти работы посвящены Бу эсерлер Кырым мевзусуна багышланган. Огюст Рафе ярымадамызда 1837 сенесі Анатолий Демидовтың экспедициясындан берабер булунду. Оз эсерлеринде о Кырым манзараларыны, чешит халкарынын сыфатларын тасвир этти. Кырым Фрэнк жемиеті 18 ел евелсі мейданға келді. Бүтін bu yıllar devamında cemiyet hadimleri tarih ve medeniyetiyle uğraştılar. Bu sefer de tedbir çerçevesinde ilmi-ameli konferensiya olup geçti. Сегодня у нас посвящено Бүгүнкү тедбир тек Фрэнкистана дегил, Кырымга да багышланган. Фрэнкистан ярымадамыз иле чоқтан дипломатик мунасибетлери иле багы. 16 асырда Кырымны саятчылар, базырганлар зиярет эттилер. 17 асырда эсе ресми оларак Бакчасарайда, sonra Ахъярда консулар чалышмага башладылар. Фрэнк Медениет күнлері Ларишес адлы тарихи қоров музейінде өткерілігі тесадуф эндегіл. Музейнің фондлары тамам Фрэнкистанда тешкіл олынды. Муэссенің ады Фрэнк тілінден байлық кыбы тержеме етіле. Во Франции мы планируем... Фрэнкистанда біз Паристе, Венецияда Ларишес адлы музейнің фондларында бір sıra сергілеріні тақдим етмек манлаштырамыз. Легурияның yolbaşçılığı ile біз Генуэл асабалығының Огреновы ilmi мерkezінің тазилövі ақта аналаштық. Bundan gayrı bir sıra sergilerinin taqdimnamesi de planlaştırıla. Фрэнкистан тарихы ve medeniyetine dalmak ve kol tutmak için çeşit milli medeni muhtariyetlerinin vekilleri de teşrif buyurdular. Kimirleri öz teessüratları ile paylaşıp tedbir teşkilatçılarga teşekkürler bildirdiler. Kırım'da böyle bir tedbirlerin yaranması çok vaciptir. Çünkü Kırım halhazırda buna mühtacdır, buna ihtiyacı var Kırım'ın. Ki bütün halklar bir araya gelsin, mehriban olsun, birbirini anlasınlar. Bugün Fransa halkını daha da derinden tanıdık, daha da özümüze yakın bildik. это настолько обогащает внутренний мир. Böyleki bir tedbirler içki dünyanı zenginleştire ve Frank medeniyetinden tanıştıra. Merasimnin sonunda kelgenler için Frank klasik müzikasının konserti teşkil olundu. Halkara yarış laureatları belli eserlerini icra ettiler. Teşkilatçılar haber ettiler ki gelecek tedbir Mayıs ayında Gurzuf'ta olması beklenili. Bu Frankistan'ın milli bayramı peygamber dögmesi yani Denlandışa kunudur. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. Бақчысарайда ерлешкен Қоров музей 100 yılını толдырғаны себебінден Қырымның соңки Шагин Герайханның 18 асырының yüzігі музейге қайтты. Дүлберден дүлбер ве мерақлы тарихнен бай олған yüzікні біздің телевизион тақымымыз декорды. Я считаю, что вещь должна находиться там, откуда она родом. 18 асырға айыт аз кефилетлі алтындан yapılған yüzük музей фондларына Воронеж шерінден келді. Yüzükні музейге халқара гемолог эксперті Юрий Лапин идея етті. О Қырымның ханның yüzüгі Воронеж шеріне насыл етіп түшкенini тариф етті. Шагин Герей после отречения от престола был в почетную ссылку отправлен именно в Воронеж со своим двором. И ему необходима была женщина местная, которая бы ухаживала за его 3 женами. Слава Богу, на то время еще был цел улус татарский от Золотой Орды, Червленый Яр, и женщину из этих служилых татар пригласили обслуживать его жен. Она настолько прекрасно справлялась со своими обязанностями, что в благодарность, покидая Воронеж и переезжая в Калугу, Шагин Герей подарил ей это кольцо. Юрий Лапинның сөзлеріне көре, айледе yüzük 1990 сенелеріне қадар сақланып қалды. В преснопамятные 90-е ко мне на экспертизу пришли потомки, попросили оценить это кольцо. Я оценил его, очень удивился, сказал: вы знаете, у вас кольцо 18 века. Они не удивляются: да, мы знаем, это прабабушкина. И рассказали мне всю эту легенду. При этом не уходят от меня. Я говорю: вам еще что-то нужно от меня? Нам нужны деньги. Я говорю: сколько? Ну как вы оценили? Оценил я хорошо. Бұл сене Бақчысарайдaki тарихи медени музей 100 yılını қайт етежек. Бақчысарай тарихи медени музей құруғыны генерал мудиры Вадим Мартынюк қайт еткеніне көре, музей енді 143 бинден зиеде экспонатларны топлады. Олар бүтін асырны ве Қырым татарларының зенгін медениетіні тақдим ете.
любые артефакты, которые связаны с ханами, это просто можно назвать чудом. Колесо будет радовать будущее поколение, и чем больше мы соберем и сбережем, да, музейных предметов, тем надежнее мы перенесем эту культуру крымских татар будущим поколениям, передадим. И на этой культуре будет воспитываться будущее поколение, на традиционном исламе. Юзюк керчектен де 18 асырда yapılғананы экспертиза нәтижелерін таздықлай. Қойым эшиясы музейге огренмек için yollanıldı. Sonra мутехассислар емелікілі айттылар. Юзюк буюк музей қыметіні ташый. По всем характерным признакам, которые она имеет: тыльную полусферическую часть, прорезную штихельную ручную работу шинки, балканское золото, электрум, это 50% золота, 50% серебра. В то время эта территория находилась под Османской империей, и в Рилардопском массиве этот металл добывался. И плюс еще индийские алмазы из Галконды, огранки роза. Они в Турцию поступали из Персии. Все это говорит о том, все эти характерные черты говорят о том, что это действительно 18 век, на что есть еще и заключение Государственного исторического музея из Москвы. Они подтверждают это. Музей хадимлері умютетелерки музейнің юбилейіне қадар Қырым ханлығыны девірнен бағылы эшияларыны бағышланғанларының сайысы асы олмас. Олар қайды телерки бөлелекнен 18 асыры еле бағылы сергіні тешкіл етмек мүмкін олajaq. Лилеведжат Султания Меджид Ибраим Ганиев Милет үшін. Ахмездеттеки бірінші спорт мектебінің ожалары, идманчылары оз ана ватанның тарихыны огренелер. Бұл сефер мектеп хадимлері Галицин yolundan keçтілер. Кезінті насыл keçті ве туристлер насыл яңғылықлар біліп олдылар. Бұл суалге жевапны бізі мұхберіміз Султания Ситакаева біле. Жаяв экскурсия Құтлақ көйінден башланды. Экскурсияның іштіракчілері ялы бойы кечіп Галицина yoluna якынлаштылар. Бұл yol Қоба қаяның арасында ерлешкен. Галицина yolu тек Новый Светке айыт олған жүлбер ердегіл. Оның güzelлігі бүтін Қырымны мефтен ете. Дағлардың төпесінден көрінген ажайып көрініш ве güzel манзара бір юрекні айретте қалдыра. Спорт мектебінің мудирі Сейдамет Ягяев туристик кезінтінің ребері оларақ диққатқа лайық олған ерлер ақында мирақылы ве үгретіже эфсанелер тариф етті. Такие легенды ходят, что якобы вот в деревне Кутлак очень красивыми девушки были, очень красивые. И судакские часто сватались сюда, брали в жены кутлакские. Но кутлакские, в общем-то, особенно не дружили с судакскими и отказывались чаще всего. И вот те, которые отказ получали, женихи приходили ночью по этой тропе туда, похищали девушку и по этой тропе уводили. Вот эта тропа оттуда до сюда считалась дженнем. Галицина yolu садықлық yolu кебі де белі. Оның кечмек қолай олмады. Онайтлы ве қиын ерлер де бар еді. Амма яш спортчы ве турист Али Балбек дақ ве қаяларны тез ве қолай кечті. Чүнки кележекте о дүния чемпионы олмаға істей. Сегодня увидел. Бізім дүниямыз ажайып, мен дағларда бір вақыт юрмедім. Кележекте есе өз ана ватанымны білмеге ве өгренмеге тырышачам. Эмде бу yoldan кечкен вақыт Қабучық, Хобақая, Алчақ ве Меганом бурунларға, Кучук ве Буюк шайындағларға, Мавы, Ешіл ве Көк көрфезлерге ғайет гүзел көрініш ачыла. Қырым Жүмхуриет академик Курек Чеков Джеймай тақымының уйкен идманчысы Амет Апсиметов ажайып табиатның жүлберлігіні көріп айретте қалды. Оқайды теке бойлы ерлерде бірінші сефер болуна. Мы находимся, конечно, в самом... Біз бүгін Қырымның ән дүлбер ерлеріні көрдік. Мен әр вақыт бұл ерлеріні зиярет етмеге арзу ете едім. Мұна әнді көрдім, мен мемнюным. Бұндан да ғайры біз чоқ мерақлы эфсанелеріні діңледік. Спорт мектебінің екіміз Зарема Мамутова есе қайды теки Галицина yolundan кечкен вақыт ән қиметледір. Мы знали, что Крым прекрасен, но такой красоты... Қырым дүлбер олғанны біз білейдік, ама бойле дүлберлікні көрген сон, айретті қалдық. Біз мұдиріміз ве хадимлер иле кечкен сефер мангубқа бардық. Чоқтез сұратқар ве фото ресімлер қалды. Эпіміз мұтлы едік. Екінші сефер бізге енді юрмеге қолай. Ве бір-біріміз иле да яқын олдық. Юрышның тәшкилетчісі Эмде мектепнің мудирі білдірді ки, олар ай табиатқа шығып, Қырымның уникаль дүрберлігінен таныш олалар. Ходим по крымским тропам. Біз Қырым yollarında юрып, оларны огренеміз. Қырымның тарихыны, табиатыны білмеге тырышамыз. Мында яшап, Қырым ақында шейні білмеге мечбурмыз. Умуми алғанда маршрутның ұзынлығы 8 километрні тешкіл етті. Бұна бақмадан экскурсия иштиракчилерінің эпысы юрушнен мемнен қалдылар. Кележек сефер идманчылар ве талебелер демержидағына көтерілмеге планлаштыралар. Султания Ситакаева, Ибраим Ганиев, Миллет үшін.
Қырым ойыншысы Амина Арифова Краснодарда кечірілген земаневи хореография бойынша региональ ара фестивалінің ғали болды. ООС тақымы илем 25 кубокны әлді етті. Ұзыне чеккен ажайып спортчы шыты ақында Диляра Шевкетованың левхасында. Спорт ойынларының esas элементлері bu coşkunluk, tezlik ve vezindir. Genç oyuncular ocare berleginde bükülücülük, gimnastika ve aktör ustalığı üstünde çalışalar. Oyun studiyasında bağlar yüksek kıymetlerge erişmege öğrenilir. Böylelikle yüksek seviyelerge yetken oyuncular terbiyenilir. Amina Arifova yaşlıktan oyunlarga heveskar oldu. Onun oyunlarga ынтылуыны en yakın insanları gördüler. Tamam olar Aminаны oyun mektebine berdiler. Аминочка очень хорошая, ответственная девочка. Амина яхшы мешур бұрқысчық. Алча гөніліне бақмадан өз мақсадына ерішмеге тырыша. О бізге 5 yaşında келді. Әнді есе yüksek seviyelерге еткен. Амина әр түрлі oyun çeşitlerini icra etmekte. Контемп, соқақ oyunlar gibi. Кубанчы Ведустане тақымның парлақ саналыштырулары Қырымдан ғайры башқа мемлекетлерде де белді. Олар хореография бойынша Қырым чемпионатларында Белхахара фестивалерінің земаневи иштиракчилері oldu. Совсем недавно мы ездили на материк. Якында біз Краснодар шеріне барып, анда региональ ара стейдж фестивалінде иштирак еттік. Амина өз тақымы или бір номинацияларында бірінші ерлеріні қазандылар. Ве андан 25 кубокларны кетірділер. Біз бұға пек қуанамыз. Бұл да Аминаның бақтыдыр. Bir oyun kompozitsiyası küçük bir spektakl gibi ola. Takımların çıkışlarında dolu şekilde ve aynı zamanda becerilgen vezin mühimdir. Studiyanın terbiyecileri oyun sanatına sevginen bağlı. Onlar biri-birine destek olup özlerini büyük bir aile sayalar. Амина очень хороший друг, она энергичная, веселая. Мне кажется, что она лучше всех делает колесо на локтях. Она талантливая, она девочка просто от Бога. Она очень красиво танцует и очень веселая. Амина очень талантливая, она очень хорошо танцует и она хорошая подружка. Öz icadında Amina bedi gimnastik ve akrobatik elementlerini kullanır. Я люблю танцы спортивные, они динамичные и полностью раскрывают меня. Особенно на соревнованиях мы еще переживаем друг за друга. Я мечтаю выйти на большую сцену и быть лучшей танцовщицей во всем мире. Şiddetli dersler bu hakiki sporttur. Amina'nın babası kızının tek sanatnen uğraşkanını değil de hem öz ömrünü sağlam hayatga bağışlaganını anlay. Танцы для нее не только искусство. Oyunlar Amina için tek sanat değil, hem de sport. Yarışlarda iştirak etip, o daima galibe kazanmağa intıla. O her yerde çıkışta buluna. Amina'nın hocaları, dostları ve soysopları gelecekte o hepsini yanı galibelerini kuvandıracağına inanalar. Dilara Şevketova, Aydem İsmailov, Enver Ableziz, Millet için. Сақшерінің сакины Мунире Ханум Ахмердинова оз 90 yılығыны қайдетті. Мунире қартана оз яшына бақмадан ғайеттен дуристір. Оз юбилейіні ұбойы қорантасынен қайдетті. Мунире қартананы қайырламаға бізім телевизион тақымымызды ел алды. Мунире Ахмердинова сақ шерінің әслі башларынан бірідір. О 1927 сенесі Джумалик ойында дүнияға келді. 44 сенесінде о бүтін халқымызден берабер Қырымдан шығарылды. Олар Кастрон вилаятіне түштілер. Сүргінлік еллары қолай кечмеді. Мунире Хартана чоқ қиынлықларны ос елында көрді. Мунире Хартананың қорантасында 4 бала бар еді. О ең кішігідір. Сүргінлік башламаздан әвел олар өксіз қалдылар. Қартаналарым, туғандарымыз көп еді балам. Қайдын? Мында келген соң көп туғанларым таптым. Ана олармен телефондан лап етіп отырамын, айнанайым. Айтамын, жылаймын, отырамын. Айнанайым балаларым. Сау болыңыз жігер. Алла саулығыңызын берсін. Ана шындай етіп, өмірімізді өткіздік балам. Мунире Ханум үшін ән балабан сядет бұл ось ана ватанына қайтмасы олды. О айта ки ось ватанында кечірген өмір оны яшайышының әрбір дахасына қадрине етмеге өгреті. Ось яшайышына бақмадан Мунире Хартана пек фаал ве аят север инсандыр. О білдірді ки оның яқшы қияфетінің сыры бұл яқшы келечекке ишанчтыр. О екі баланы тәрбиеледі ве шымды уйкен қызында яшай. Оның етрафында 9 торын ве 14 торындан торын доланып юре ве о өзіні ән бақытлы инсан кебедуя. Это наша картанайка. Бұл біздің қартанамыз. О 90 yaşını doldurды. Біз оны пек севеміз.
Мунире Хартананын уйкен қызы Веселя Хайбулаева хошты ки яшайышның қиынлықларына бақмадан оның анасы сойлардан ич бір кімні дихатсыз қалдырмай. Эм севгili аначығым, яқында 90 яшын толдырды. Алла саулығын берсін. Мына енді Қырымға келіп яшаймыз, Алла шүкір. Ветанымызға келіп қуанамыз келгенімізге Өзбекстандан. Біздің муарериетіміз қайырлавларға қошылып, Мунире Хартанаға ана ватанымызда ұзақ ве бақытлы өмірні кешірмеге тілей. Мухаммед Зикиряев, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Судақ стадионында Қызылташ ве Судақның Сугде тақымлары арасында матч олып кешті. Ойын насыл кешті ве кім ғалип шықты. Бұны бізді мұхбіріміз Султанье Ситакаева тариф етежек. Экі тақым үшін бұл ойын сынавки болды. Чүнки футбол мейданы бақымсыз еді. Язда бұл территория парковка кебі ішлетілі. Онайсыз шарайтлеріне бақмадан тақымлар яқшы ойын кечірділер. Таймының бірінші даққаларында Қызылташ футбол қапуларына Сугде тақымы гол ұрды. Впервые увидел такую полянку. Ресми ойынларда бойле мейданны бірінші керек ұрдым. Біздің ойыншыларымыз бойле шарайтлерге алышық дегіл. Амма бұна бақмадан яқшы ойнамаға тырышалар. Ләкин Қызылташ тақымы бұл тайм девамында вазиетні деніштірді. Верақыптың қапыларына 2 гол ұрды. Бірінші тайм пек мерақлы кечті, мен әршейні бегендім. Қызылташ тақымына қол тұтмаға келдім. Сугде футбол тақымының идманчысы Руслан Маннабов қайдетті ки ойын қатты ве мерақлы кече. Играет аккуратно, но жестко. Да, очень интересно. Тәртіпнен амма хатты ойын кече. Бұтын ойын кіргінлікнен девам еті. Өз балачықларымызға да спорт севға ашлаймыз. Спортілі оқырашсынлар, ве сағылам олсынлар. Қызылташ футбол тақымының үжімжісі Никита Каляев тариф етеки. Бұл тәртіпте бірінші сефер ойын кечірді. Бұна бақмадан о гол ұрды. Нам нужно в каждом матче. Бір матчта біз ғалип чықмақ керекміз. Ве юксек лигаға ирішмек керек. Қиын ойынға бақмадан екінші тайм девамында Қызылташ рақыплерінің қапыларына да 2 гол ұрды. Сугде тақымының капитаны Руслан Абидов Қызылташны ғалипнен қайырлап, қайдетті ки ойын олған қаталарыны да көстерді. Поздравляю Қызылташ с победой. Қызылташны қайырлайым, акемнен бір разы дегілім. Амма бұл ойын келечек ойынларда біз яқшы нәтижелеріні көстережекміз. Қызылташ Дорт бір исапнен ғалибе қазанды. Бұл тақымның идманчысы Энвер Сейдаметов бұтын футболчыларға тешекурлер білдіріп, қайдетті ки ярамай мейданға бақмадан ойынчылар яқшы ойын кечірмеге тырыштылар. Говорю, было тяжело, но навязали борьбу, и ребятам спасибо. Қиын олды, амма футболчылар келділер, ве бойле мейданда яқшы нәтижелеріні көстерділер. Қызылташ тақымының невбетеки матчы Скиф футбол тақымының Бақчысарайда кечірілежек. Султания Ситакаева, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Шымдылық болған мәліматларымыз еді, біздің телевизион тақымларымыз яңы мәліматлар өзерінде әнді чалышмақталар. Невбетеки рус тілінде кечқажақ хаберлеріні қатшырмаңыз. Оны меслектішім Асан Абибулаев алып баражақ. Евлеріңізге дайма әйі хаберлер келсін, салықнен қалыңыз.